Барлығына салам достар, сендермен мен Духа. Достар, көріп тұрғандарындай бүгінгі видеода Black Russia проектінен осы ютуберке жолдың 6-шы сериясы уже келіп қалыптық. Енді достар, бүгінгі видеода енді семья ашатын боламыз, және де маған дом сыйлайтын болады. Енді кім екені және де кім маңызды болса сіздер үшін, онда видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Міне достар, көріп тұрғандарындай бізге Пахан Злой деген бала, очень бізге өзіміздің бала ғой, короче. Бұл баланың шын аты Елжан, өздеріңіз танисыздар. Алдыңғы серияларда тоже подарка берген болатын. Міне маған осы домды бергелі жатыр, через Зазик береді. Міне қазір күтеміз. Еще мен жадыма Мади деген балам келді. Енді ол бұрындағы балам ғой, короче, жанымда жүретін всегда красавчик балам ғой. И все достар, бізге уже берді үйді. Енді көрек берді ма? Ай, сюдаймыз достар. Бізге осы үйді, короче, дамып алғанша 15 күнге берді. Рахмет саған Елжан, бүгінгі видеоны көріп тұрсам, Пахан Злой. Так, мұнда Мади Алаш деген бала, яғни менің досым 8 шкура берді. Менің қалтамда қазір 5 миллион 100 мың бар. Енді осы ақшаларды, короче, мен жинаймын да автопарк құрам. Автопарк деп қоямын, менде семья жоқ екен ғой. Мұнда Мади деген бала, короче, маған осы семьяны подарок етіп жатыр. Көріп тұрғандарындай Алаш партия деген семьяны маған беріп жатыр. Мұнда жанымызда тағы бір бала бар, Бека Легенда деп тұрған. Ол, короче, тоже біздің неме болған, союз семья. Міне достар, айдаймын ғой, тамша дейді, қазір күте тұрақ. Міне берейін деп жатыр. Бізге осындай сіздерге айта кетейін айтпақшы, біздің YouTube каналымыз бұйырса 2000 подписчикқа уже азақ қапты ғой, прям азақ қалған ғой. Еще достар, мен TikTok канал ашқан болатынмын. TikTok каналды до конца дамытып кетейік. Если TikTok каналды дамытатын болсақ, мен скоро тағы да басқа андай приложениелерде тоже YouTube там сияқты түсіріп жүремін. Black Russia'ны енді сіздерге қызық болатын болса, Twitch'та түсіріп жүреміз. Не болмаса стрим көргілеріңіз келсе, вот TikTokқа кіріңіздер. TikTokта көп стрим болады менде. Міне Духа Алашский деп негімді жазып отырмын. А все достар, уже бізге отдал неме полномочия лидера семьи Алаш, в общем, бізге берді Алашты. И Мади, саған көп рахмет. Осы видеоны көріп тұрсан, мен семьяны қайдан аламын деп тұрған кезде осы бала подарок етті ғой. Міне достар, кірдік, короче, осы дом жаққа. Қазір мен осы домды қазір мен семьяға қосып қоятын боламын. Не, хом дейміз да. Изменить семью, установить ваш дом на место спавна на семьи дегенді бастық. Короче, міне енді бізге дом бар. Короче, достар, бүгінгі видеоның королі Мади болып тұр ғой. Неге десеңдер, Мади көп зат подарок етіп жатыр, бірақ Пахан Злойда қояр емес. Короче, осы Мади бізге подарок етіп жатыр. Осы E34-ті сатып алды, и маған қазір берем деп жатыр. Енді қазір осыны аламын да семьяға қосып қоямын. Домның жанына спавнить етемін да, енді семьяны дамытатын боламыз жақын уақытта. Және де достар, менің семьяма кірем деушілер болса, ФХ 51 14-ке ма, соң жаққа келіңдер. ФХ 51 14-ке келіңдер. Енді мұнда, короче, не болып отыр? Энзі беріп жатыр. Нұрас мажорка деген и 1 миллион 500 мың рубль беріп жатыр. Нұрас, саған көп рахмет айтамын. Себебі айтқанда, бұл бала, короче, осы семьяны ашқан кезде осы бала сразу кіріп алған болатын. Типа, мен сені танимын ғой, брат, давай сен семьяны кірейінші деп. Осы балаға мен заз беріп қойдым. Заз беріп қойдым деген қалай кетті, зам беріп қойдым. Енді замға лайықты бала деп ойлаймын. Енді Нұрас деген кезде бұрынғы семьяға Нұрас деген бала есіме түседі. Нұрасыл деген баланы танитын шығарсыздар бәрілеріңіз. Енді муслимді ашқан кезде всегда сол бала менің жанымда жүретін. Енді ол бала қазір қайда екенін білмеймін, что-то маған жазбайды ғой, хабарсыз жатыр ғой. Так, міне достар, көріп тұрғандарындай осы T6-ті алдық с нуля. T6-ті енді мен скоро фамаға қосып қоятын боламын. Және де достар, бүгінгі видео уже өз мәресіне келіп жетті. Егер де видео ұнап жатса, лайк пен комментарий санын аямай көбейтіп жіберіңіздер. Бүгінгі видео сәл қысқа болып қалды. Ертең тағы да бір видео шығаратын боламыз достар. Ал ендеше сау саламат болыңыздар. Пока-пока. Чао.